Саламатсыздарбы, жақсы тұрасыздарбы? Biz негізгі мәселе бойынша чоғылып тұрамыз бу жерде. Ең негізгі мәселе айылда мектеп мәселесі болып тұрады. Мектеп eski emesi жетіп қалған сұрағы. Ошо кейбір жері аварийный болып тұрады. Анан ең негізгі мәселе екі сменде оқиды. Ең алыстан келгендер айрықша мынау біздің айылда Тура Жаңақ деген жер бар. Ушундан балдардың келіші өте татаул болып тұрады. Айрықша қышта чөө деген бар. Жаман жыртқыштар болып қалышы мүмкін. Ушунун жағында бір сменге өткенге тура келіп тұрады. Азыркы заман боп мектеп құрылып қалса, елдің ең негізгі көйгөйі шешіліп қалады деп есептейтілем. Эми жогору жактагылардан суранат элек, сметаны бөлүп берсе, мектебибизди башталып кетсе жакшы болот эле. Элдин негизги көйгөйү чечилип калат деген ойдомун да. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Мына биздин номер 57 сат орто мектебинин алдында турабыз. Ошол мектептин акыбалы ашар жолу менен курулган. Азыр көп жерлери көчүп, жылдай ремонт кылынып, ушундай жаман акыбалга түшкөн атат. Биз ата-энелер, мугалим жамааты бардыгыбыз жогорку кеңешке, жогору жактарга, элге билим берүү министрлигине кайрылганбыз. Бирок эмгиче жыйынтык жок. Азыр ошол сметаны түзүүгө мектепте же өкмөттө каражат жоктугуна байланыштуу сметасын курдура албай атабыз. Эгер сметага акча бөлүнүп калган болсо, биз тез аранын ичинде мектепти эмеге курулушка киргизип, жогору жактан сурашып элек, ошо жогору жакта киргизип эметип берсе жакшы болот эле. Элдин атынан суранабыз, ушул маселени чечип берсе жакшы болот эле. Рахмат. Assalamu alaykum, sağlık tuğanlar. Buna bizge dağı okuşularımızga alıskı ucuklardan gelişip, geçkisinde soğuk olup, ekismen oku açadı, oşoğa kıyınçılıklar olup atat, elimizde de jakşı günler olsun, Allah nasip olgan olsun. O mektebimizge salınıp, birismen okup kalgan olsa, jakşı olot ele. Alıskı ucuklarda 2 kilometre жерден келишет, окуучуларга өтө эле кыйынчылыктар болуп калат. Элибизде заман бап мектеп курулуп калган болгон болсо жакшы болмок. Мына ушуга биз дагы жалпы элдин атынан кайрылат элек. Бизге дагы жакшы заман бап мектептерин куруп беришин Алла бизге карап коюшса жакшы болушмак.